Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ең дәмді орео тортын дайындайтын боламыз. Шоколадный корждармен орео печеньесі қосылған креммен дайындалатын өте дәмді торт болады. Алдымен шоколадный бисквитімізді дайындауымыз қажет. Ол үшін жұмыртқа, ұн, какао, қант және кукурузный крахмал қажет. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып 2 есе ағарғанша миксерлеп аламыз. Енді құрғақ смесімізді араластырып аламыз. Ол үшін ұнға какао және кукурузный крахмал, разрыхлитель барлығын араластырып қоямыз. Және жұмыртқалы массамызға 2-3 бөлікке бөліп, елекпен өткізіп аламыз. Лопатканың көмегімен төменнен жоғарыға қарай араластырып отырамыз. Массамызды басып алмауымыз қажет. Массамыз басылатын болса, онда коржымыз көтерілмей қалады. Біздің смесіміз дайын болды, коржымыздың. Енді алдын ала дайындап қойған 22 диаметрлік формамызға құйып аламыз және алдын ала қыздырылып тұрған 170 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған бисквитімізді шпажканың көмегі арқылы білуге болады. Егер құрғақ болып шықса, біздің коржымыз пісті деген сөз. Осылайша ажыратып аламыз, аккуратно қылып. Дайын болған бисквитімізді 3 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Және кремімізді дайындайтын боламыз. Креміміз дайын. Енді осы кремімізге ұнтақталған орео печеньесін араластыратын боламыз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Ол үшін бисквитімізге сүтпен пропитка жасайтын боламыз. Және аз-аздан кремімізді жағып, тегістеп шығамыз. Осылайша екінші коржымызды қойып, және пропитка жасап, кремімізді жағып, тегістеп шығамыз.
Үшінші коржымызды да пропитка жасап, қалған кремімізді жағып, тегістеп шығамыз тортымызды. Қалған кремімізді тортымыздың шет-шетіне тегістеп барлық жағына жағып шығамыз кремімізді. Осылайша біздің тортымыз дайын. Енді үстіне оформлениемізді жасап жібереміз. Ол үшін мен Орео печеньесін екі бірдей бөлікке бөліп, үстіне оформление жасадым Орео печеньесімен. Осылайша біздің Орео тортымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, және де менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.